Бүйрегіңізде мәселе пайда болғанын қалай білуге болады? Беліңіз ауыра ма? Аяғыңыз ісіне ме? Әлде дәретке жиі бара бастайсыз ба? Ең қызығы, бүйрек қызметінің төмендеуі бастапқы кезеңдерде айқын белгі бермеуі мүмкін. Адам өзін қалыпты сезінеді, күнделікті тіршілігін жалғастыра береді, бірақ ағзада өзгерістер басталып қойған болуы ықтимал. Сондықтан бүгін біз бүйрек мәселелері кезінде кездесуі мүмкін 10 белгіні қарастырамыз. Әсіресе 3-ші, 7-ші және 10-шы белгілерге назар аударыңыз. Өйткені адамдар оларды көбіне шаршаумен немесе жас ұлғаюмен байланыстырып мән бермейді. Бірақ бір маңызды ескерту бар. Бұл белгілердің болуы міндетті түрде бүйрек ауруы бар дегенді білдірмейді. Олардың басқа да көптеген себептері болуы мүмкін. Нақты диагнозды тек дәрігер тексеру нәтижесінде қоя алады. Бірінші белгі – аяқ пен беттің ісінуі. Кешке шұлығыңызды шешкен кезде аяғыңызда резеңкенің тереңізі қалып қояды ма? Бұрын ыңғайлы болған аяқ киіміңіз тар болып кетті ме? Немесе таңертең көзіңіздің айналасы ісініп тұрады ма? Мұндай өзгерістерге мән берген жөн. Бүйрек ағзадағы сұйықтық пен тұздың тепе-теңдігін реттеуге қатысады. Бүйрек қызметі бұзылған жағдайда ағзада сұйықтық жиналып, аяқтың, тобықтың немесе беттің ісінуіне ықпал етуі мүмкін. Бірақ ісінудің себебі тек бүйрек емес. Жүрек, бауыр, қан тамырларының аурулары және кейбір дәрілерде ісінуге әкелуі мүмкін. Сондықтан ісіну жиі қайталанса, оның нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Екінші белгі – зәр шығарудағы өзгерістер. Күнделікті әдетіңізге назар аударыңыз. Соңғы уақытта дәретханаға бұрынғыдан жиі бара бастадыңыз ба? Түнде бірнеше рет оянасыз ба? Зәр мөлшері айтарлықтай өзгерді ме? Немесе зәр шығарған кезде бұрын болмаған жайсыздық пайда болды ма? Бұл өзгерістердің себептері әртүрлі болуы мүмкін. Олар қуыққа, ер адамдарда қуық асты безіне, қант диабетіне немесе басқа жағдайларға байланысты болуы ықтимал. Бірақ өзгеріс кенеттен пайда болып, ұзақ уақыт сақталса, оны елемеуге болмайды. Үшінші белгі – зәрдің қатты көпіруі. Кейде зәрде аздап көпіршіктің болуы қалыпты жағдай. Мысалы, зәр қатты ағынмен түскен кезде көпіршік пайда болуы мүмкін. Бірақ зәріңіз үнемі әдеттегіден қатты көбіктеніп жүрсе, әсіресе бұрын мұндай жағдай болмаса, дәрігерге айтқан жөн. Кейбір жағдайларда тұрақты көбік зәрдегі ақуыз мөлшерінің жоғарылауымен байланысты болуы мүмкін. Ал зәрдегі ақуыз дәрігерлер бүйректің жағдайын бағалау кезінде қарайтын маңызды көрсеткіштердің бірі. Бірақ зәрдің сыртқы түріне қарап, өзіңізге диагноз қоюға болмайды. Мұны қарапайым зертханалық талдау арқылы тексеруге болады. Төртінші белгі – зәрде қанның болуы. Зәрдің қызғылт, қызыл немесе қоңыр түске өзгеруі міндетті түрде назар аударуды қажет ететін белгі. Оның себептері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, несеп жолдарының инфекциясы, таз немесе басқа аурулар. Кейде зәрдегі қан көзге мүлдем көрінбейді және тек зертханалық талдау кезінде анықталады. Ал егер зәрден көзге көрінетін қан байқасаңыз, әсіресе бұл бірінші рет болып тұрса, медициналық көмекке жүгінген дұрыс. Келесі 5-ші белгі – үнемі шаршау және әлсіздік. Жас келді ғой. Көп адамдар тұрақты шаршауды осылай түсіндіреді. Бірақ жақсы ұйықтасаңыз да әлсіздік кетпесе, бұрын оңай жасайтын жұмыстан тез шаршай бастасаңыз, мұны да назардан тыс қалдырмаңыз. Бүйрек тек ағзадағы қажетсіз заттарды шығарумен айналыспайды. Ол эритроциттердің түзілуіне әсер ететін гормон өндіруге де қатысады. Бүйректің созылмалы ауруы асқынған жағдайда қаназдық пайда болуы мүмкін. Ал оның белгілерінің бірі әлсіздік пен
тез шаршау. Дегенмен шаршаудың ондаған басқа себептері де бар. Ұйқының аздығы, күйзеліс, темір тапшылығы, қалқанша безінің мәселелері және басқа да жағдайлар осындай белгі беруі мүмкін. Сондықтан нақты себебін тексеру маңызды. 6-шы белгі – терінің ұзақ уақыт қышуы. Теріңіз себепсіз қыши бере ме? Крем ауыстырдыңыз, сабын ауыстырдыңыз, бірақ қышу кетпей ме? Тұрақты қышудың көптеген себебі бар. Құрғақ тері, аллергия және әртүрлі аурулар осындай белгі беруі мүмкін. Бүйрек қызметі айтарлықтай төмендеген кейбір адамдарда ағзадағы белгілі заттардың тепе-теңдігі өзгеріп, терінің қышуы байқалуы мүмкін. Сондықтан қышу ұзақ уақыт кетпесе, немесе күшейе берсе, дәрігерге қаралған жөн. 7-ші белгі – ентігу. Бұрын 2-ші немесе 3-ші қабатқа еш қиындықсыз көтерілетін едіңіз. Ал қазір бірнеше баспалдақтан кейін тоқтап демалуға тура келеді ме? Мұндай өзгерісті тек жаспен байланыстыра салуға болмайды. Бүйрек қызметінің айтарлықтай төмендеуі кезінде ағзада артық сұйықтық жиналуы мүмкін. Сонымен қатар қаназдықта ентігуді күшейте алады. Бірақ мұнда өте маңызды нәрсе бар. Ентігу жүрек пен өкпе ауруларында да кездеседі. Сондықтан кенеттен қатты ентігу пайда болса, әсіресе кеудеңіз ауырса немесе қысылса, шұғыл медициналық көмек қажет. 8-ші белгі – тәбеттің төмендеуі және жүрек айнуы. Бұрын сүйіп жейтін тағамыңызға тәбетіңіз болмай қалды ма? Жиі жүрегіңіз айный ма? Аузыңыздан жағымсыз немесе өзгеше дәм сезіледі ме? Бұл белгілердің де көптеген себебі болуы мүмкін. Асқазан ішек жолдарының аурулары, дәрілер немесе инфекцияларда осындай өзгерістерді туғызады. Бүйрек қызметі қатты төмендеген жағдайда ағзада зат алмасу өнімдерінің жиналуы тәбетке және жалпы жағдайға әсер етуі мүмкін. Егер тәбет жоғалуы себепсіз салмақ тастаумен және әлсіздікпен қатар жүрсе, міндетті түрде тексерілген дұрыс. 9-шы белгі – қан қысымының жоғарылауы. Бұл жерде өте маңызды байланыс бар. Жоғарғы қан қысымы уақыт өте келе бүйректегі ұсақ қан тамырларына зиян келтіруі мүмкін. Ал бүйрек ауруы өз кезегінде қан қысымын бақылауды қиындатуы ықтимал. Яғни бұл екі жағдай бір-бірімен тығыз байланысты. Ең қауіптісі, адамның қан қысымы жоғары болса да, ешқандай ерекше белгі сезбеуі мүмкін. Сондықтан қан қысымын тек бас ауырғанда өлшеу дұрыс емес. Әсіресе орта және егде жаста оны жүйелі түрде бақылап отырған пайдалы. Егер қан қысымы бірнеше рет жоғары көрсеткіш көрсетсе, дәрігермен кеңесіңіз. 10-шы белгі – ешқандай белгі болмауы мүмкін. Бұл біздің тізімдегі ең маңызды пункт. Бүйректің созылмалы ауруының бастапқы кезеңінде адам ешқандай айқын белгі сезбеуі мүмкін. Сондықтан бүйрегім ауырмайды, демек бәрі жақсы деп ойлау дұрыс емес. Әсіресе қант диабеті, жоғары қан қысымы, жүрек қан тамырлары аурулары немесе отбасында бүйрек ауруы бар адамдарға бүйрек жағдайын дәрігермен бірге бақылау маңызды. Бүйрек қызметін бағалау үшін дәрігер қан және зәр талдауларын тағайындай алады. Мысалы, қандағы креатинин арқылы шумақтық сүзілу жылдамдығы есептеледі. Ал зәр талдауы арқылы альбумин сияқты көрсеткіштер бағалануы мүмкін. Қандай тексеру және қаншалықты жиі қажет екенін дәрігер адамның жағдайына қарай анықтайды. Ал белдің ауруы бүйректен бе? Осы жерде көп тараған бір түсінікке тоқталайық. Көп адам белім ауырды, бүйрегім ауырып жатыр деп ойлайды. Бірақ бел аймағындағы ауырсынудың жиі кездесетін себептерінің бірі бұлшықет, омыртқа немесе буын мәселелері. Әрине,
Бүйрекпен несеп жолдарының кейбір аурулары да ауырсынуды тудыруы мүмкін. Бірақ созылмалы бүйрек ауруы міндетті түрде белдің ауруымен білінбейді. Сондықтан тек ауырсынуға қарап бүйректің жағдайын анықтау мүмкін емес. Ал бүйрекке кімдер ерекше назар аударуы керек деген сұраққа келсек, егер сізде қант диабеті немесе жоғары қан қысымы болса, бүйрек жағдайын тексеру мәселесін дәрігермен талқылаған дұрыс. Сондай-ақ жүрек қан тамырлары аурулары және отбасындағы бүйрек аурулары да маңызды болуы мүмкін. Тағы бір маңызды ескерту, ауырсынуды басатын дәрілерді немесе бүйректі тазалайды деп жарнамаланатын шөптер мен қоспаларды бақылаусыз қолданбаңыз. Кейбір дәрілер мен қоспалар бүйрекке зиян келтіруі немесе бұрыннан бар мәселені ушықтырып жіберуі мүмкін. Сонымен қорытындылай келе, бүйрек ауруынан хабар беретін 10 белгіні тағы да бір еске түсірейік. Біріншісі аяқ пен беттің ісінуі. Екіншісі зәр шығарудың өзгеруі. Үшіншісі зәрдің тұрақты түрде қатты көпіруі. Төртінші белгі зәрде қанның пайда болуы. Бесінші белгі себепсіз әлсіздік пен шаршау. Ал алтыншы белгі ұзақ уақыт кетпейтін қышу. Жетінші белгі ентігу. Сегізінші белгі тәбеттің төмендеуі мен жүрек айнуы. Тоғызыншысы жоғары қан қысымы. Ал соңғы 10-шы белгісі және ең маңыздысы бүйрек қызметінің төмендеуі бастапқыда ешқандай айқын белгі бермеуі мүмкін. Осы тізімнен бір белгіні байқасаңыз, бірден қорқудың қажеті жоқ. Бір белгі ол диагноз емес, бірақ белгі ұзақ уақыт сақталса, қайталанса немесе күшейсе, дәрігерге қаралуды кейінге қалдырмаңыз. Бұл видео пайдалы болса, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Пікірге сіз бүйрегіңізді соңғы рет қашан тексерткендігіңіз туралы жаза кетуді ұмытпаңыз. Келесі видеода бүйрекке күн сайын байқамай зиян келтіруі мүмкін әдеттер туралы да айтатын боламыз. Арнаға жазылып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.